Ал Ботақан, бүгін біз жаңа сабақты бастаймыз. Аяру. Өтеміз. Аяру. Кеше қандай әріп өттік? О. Кеше О деген әріп өттік, е? Ұлан, ұсақ дегендерге келетін, е? Бүгін жаңа әріп өтеміз. Мұны әріп қандай әріп? Деген әріп. Емес, Бұлай түсіңді істеп алай? Дұрыс айтасың. Де. Деген әріп, е? Қос айтты О. Ыға ұқсайды, бірақ ол мұна түсінікті ғой, е? Бұл қандай сөздерде келеді? Мынауға не деп ойлайсың? Аяқтар. Аяқтың ізі. Ізі. Түсіндің бе? Із дегенде осы әріп бірінші. Сосын мына жерге з деген сөз келеді, е? Мынау не деген жануар? Лев. Лев емес, мынау ілбіс. Ілбіс деген, я, тауда жүреді. Алматы жақта бар, ілбіс деген. А мынау не? Вешалка. Қазақшасы ілгіш. Түсіндің бе? Киім іліп қояды. Е? Киімді ілгіш іліп қояды. Жақсы, арғар енді бүгіндарды оқиық. Түсінің ғой, қандай оқылатын әріптің деп оқылады, е? Кеттік. Мынау қандай сөз? Дұрыс айтасың. Мынау? Не, дұрыс. Мынау? Мынау? Екінші? Дұрыс, жарайсың. Мынау? Ай, жарайсың бұлай. Мынау қандай? Мынау? Дұрыс. Мынау? Бірінші бұл Міне. Е? Міне дегенге келеді, дұрыс айтасың. Мынау қандай? Дұрыс. Мынау? Дұрыс. Деш? Тіл. Тіс. Тілім де. Дұрыс, саған келеді, е? Мынау? Мынау қалай оқиды? Іш, дұрыс. Мамасы айтады, е, тәуіретін. Аяру, тамақ іш дейді. Сонда іш. Мынау? Іші, дұрыс айтасың. Шілде, да? Шіркін деген сөзде келеді, да? Жақсы. Келесі енді бізде кішкене қиындау, е? Мынау қалай оқимыз? Тіші. Мына жерде мысалы алдында өтші дегенде мысалы келіп өтші деп оқылмайды. Үтші де. Мынау? Шіт. Оқи ғой. Ішті. Дұрыс. Мысалы тамақ ішті дегенде келеді. Түсіндің ба? А мынау? Шты. Көрдің ба? Мынау жіңішке, мынау жуан болады. Мынада ішті, мынада шты. Түсін ба? Ішті, шты. Айтшы? Ішті. Шты. Ішті. Дұрыс. А мынау қалай? Мынада соған ұқсас. Сүт. Жоқ, керінеді. Ц. Мынау? Сүті. Істі. Тамақ пісті дегендей. Істі.
Мынау. Мынау. Ертең бізде қандай әріп болады? Білмеймін, ертең көреміз. Бүгінгі әріпті жақсылап оқып алайық қане. Мынау қалай болады? Ол Жоқ, мынау буынды оқышы. Жоқ, әріп Әріп, иә, дұрыс айтасың. Мынау? Сүт. Сті де. Сті. Мынау? Үсті. Дұрыс. Мынау мысалға үсті, мысалға үстелдің үсті, асты. Көрдің бе? Соны жуан болады. Мынада үсті, Үсті. ысты. Асты. Айтшы, үсті деші? Үсті. Асты. Асты. Дұрыс. Үсті, ысты. Е? Жақсы, мынау. Мынау үсті, ол бірінші бұл ыстық. Ыстық деген дұрыс. Ыстық дегенге де келеді мына жерге. Мына жерге қ қойсаң, мұнда ыстық болады. Мынау, е? Жақсы. Келесі. Мынау не? Қалай оқимыз? Мұтый. Мұтый. Мді. Мді. Е, мысалға. Емді. Емді. Мысалы, лақ. Мамасын емді дегендегі келеді. Мынау? Мүт. Үнді. Үнді. Үнді деш? Үнді. Асты? Үнді. Үнді. Мынада мысалы үнді. Үнді. Үнді дегені Үндістан дияға келеді. Үнді. Мынада? Үнді. Үнді мысалға. Үндін дейді. Үндіні жоқ дегендегі келеді. Үнді. Үнді. Қайтач? Үнді. Үнді. Жоқ, үнді де. Үнді. 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 Қайтайды? Үнді. Үнді. Дұрыс. Жарайсың. Папа. Неге саған керек болды налпонилар? Қазір көресің. Ал мынау келесі сөз. Буынды оқыш. Лыд. Жоқ. Лд. Дұрыс. Лді. Лды. Мысалға келді. Келді. Түсінің ба? Келдінің соңындағы үш әріп болса лді. Түсінің ба? Келді. Мынау? Әріппес. Әріптер. Әріптер, дұрыс. Мынау? Мына үшеуі қалай оқылды? Мына қалай оқылды? Рыд. Ірді. Ірді. Мысалға көрді. Көрді. Түсінің ба? Көрді. Мынау астындағысы? Ырды. Ырды. Мысалы барды, е? Мына жерде көрді, барды. Айтшы қайтады? Көрді, барды. Мынау сонда қалай оқылады? Ірді, ырды. Ырды. Ирді, ырды. Ірді, ырды. Ирді, ырды. Дұрыс, жарайсың. Ары қарай қандай сөздерге келеді екен көрейік. Мынау қандай сөз? Діс. Ау? Діс. Мынау д емес. Басқарып қой. Тіс. Қалай? Тіс. Тіс. Дұрыс, тіс. Иә, тіс, е? Таңертең тісіңді тазалайсың ба? Кешке тазалайсың ба? Жатарда? Неге? Мені тамағын арттым. Негізінде жатарда, сосын таңертең тазалау керек етіс? Иә. Жақсы, келесі сөз. Қандай сөз? Оқиға. Папа, пони саған керек, потому что там что-то про пони будет. Соны көресің, иә. Мынау қандай сөз? Оқиға. Тас. А? Тас. Тас, дұрыс.
тас, оны білесің, иә? Иә. Мынау мысалы таудың тастары, иә? Мынандай бұрынғы кезде, ерте заманда адамдар осы тасқа сурет салған. Біз о әріп ана жерде болды тастар, иә? Иә. Ұсақ-ұсақ тастар болды. Кеше еттік қой, түсіндің бе? Бұрын ерте кезде адамдарда қағаз, қарындаш болмаған кезде адамдар үстіп тасқа сурет салған. Салай? Анау қандай сурет? Мынау мысалға сол кездегі ат. Көрдің бе? Атқа. Ат? Иә, ат. Мынау атқа адам мініп алыпты. Көрдің бе? Это про то, что вот это? Ойын пони емес шығар. Мына жерде пони кішкентай ғой. Мынау пони емес, анау үлкен ат кәдімгі. А пони деген кішкентай ғой. А чё? А почему саған керек именно? Иә, келесі айыр. Мынау қандай сөз? Совет қайта бірге шығып кетті. Иә. Улуда. Алуда. Иә, оқиған. Қалай? Уй. Ойлы. Жоқ, дұрыстап оқы. Уй. Уілді. Үл. Уіл. Үл. Мына қазақ тілінде у дыбысы ол кейде жуан, кейде жіңішке болып келе береді. Мысалға, уық деген сөзде, әркін, қара, уық деген сөзде у кәдімгі жуан, у болып оқылады. У. Иә, мына жерде ө болып оқылады. Уіл. Үл. Уіл дегеніміз, мен неге мына суретті саған көрсеттім, қараш. Мына жерде не болып тұр деп ойлайсың, мына суретке қараш. Ол. Жел соғып тұр, иә? Иә. Жел соққан кезде ағаштар бүйтіп нетеді ғой, былай жайқалады, иә? Иә. Сонда мысалы желдің уілі деген сөз бар. Мысалы жел соққанда естісең, у деп жел естіліп тұрады. Анау куклалар тоже сабақ өтіп жатыр. Иә? Иә, дұрыс. Олар да сабақ оқып жатыр ма? Анау ученик. Дұрыс. Түсінің ғой да, уіл деген сөз. Мысалға қыстың күні боран соғып тұрғанды естісең, терезенің сыртында у деп тұрады. Түсінің ғой? Желдің уілі деген. Анау оқушы. Дұрыс. Сен де оқушысың, не? Сен оқушысың ба? Жоқ. Сабақ оқусың ғой, сен оқушысың ғой. То есть мыналар оқушы, анау Мұғалім ба? Мұғалім, е? Иә, мұғалім ол. Дұрыс. Қазір папасы мұғалім болып отыр, сен оқушы болып отырсың, е? Иә. Жақсы, келесі сөз. Қара. Иә, әркін, давай, тезірек оқиық. Мынау қандай сөз? Ойсы? Үй емес, ұғы ғой мынау. Иә. Уыз де. Уыз. Жаңа мен саған айттым ғой, ана кейде у жіңішке болып, кейде жуан болып оқылады. Мына жерде мысалға ығы тұрғаннан кейін уыз деп оқылады. Жаңағы бірінші сөз қалай болды? Уіл де. Уіл. Мынау уыз. Уыз дегенді білесің бе? Мына қарашы, адам бүйтіп қолын ұстайды ғой, бір уыз. Мысалға былай жұмсаң, ол жұдырық болады. Былай ашсаң, ол алақан болады. А уыз деген былай. Мысалға айтады, бір уыз бидай, да? Бір уыз жаңағы топырақ, құм деп жатыр. Осылай істеші? Мына уыз. Түсіндің ғой, е? Иә. Келесі, мынау қандай сөз? Шіл. Дұрыс, шіл. Ол мынандай құс, көрдің ба? Дала құсы. Шіл деп. Шіл, дұрыс. Ал мынау қандай сөз? Папа, а это та птица, которую я перышку взяла? Или это другая птица? Қазақша айтшы. Сен ол далада қауырсын алған ол көгершін, басқа құс. Көгершін деген құс. Мынау қандай сөз? Анау шіл. Ол бірінші шіл болды, мынау қандай сөз? Шаль.
жоқ қой, мына жерде а тұр ғой. Шал. Дұрыстап оқыш. Мына жерде жаңа жіңішкелік белгісі жоқ, жоқ. Ол қайтып шәл болады. Дұрыстап оқ. Тік отырды. Оқи ғой. Шал. Шал, дұрыс. Шал деген кім ол? Көрдің ба? Андай үлкен кісілер, шал, ақсақал, иә? Сақалы олар, сондай кәрі кісілер. Сенде кішкене сақал мұртпен бар. Мен әлі шал болу үшін әлі көп өмір сүру керек. Иә, сенде бар кішкене сақал мұртпен. Иә. Мынау қандай сөз? Оқи ғой. Тіл. Тіл. Т емес қой, мынау қандай? Біл. П. Сонда қалай болады? Біл. Жоқ. П. Енді оқыш. П. Мынау. Енді ұлды қосса қалай болады? Пыл. Elephant'тың қазақшасы қалай? Өзің айтып едің ғой. Emily Elephant деп. Піл де. Піл. Не, білесің ба? Піл. Оқыш қайтадан. Қалай? Піл. Дұрыс. Піл, е? Иә. Ары қарай оқиық. Ал мына сөзді. Неге кішкентайсыз? Қазір ары қарай кезек-кезекпен шығады. Не шығады, соларды оқи берші. Жарайды. Ал мынау қандай сөз? Мен папаға айтып жатырмын, что ол піл. Дұрыс. Мынау қандай сөз? Оқи ғой. Папа қара шторға. Үрмекші. Ары бері алаңдамай оқи ғой мынаны. Мен, дұрыс. Ал мынау? Мініс. Мынау мен, мынау? Мініс. Ол сөздер мағынасын білесің ба? Білмейді шығарсың. Мін деген ол мысалға бір кемістікті табу. Айтады, адам бір дүние жасайды ғой, бір зат жасаған кезде басқа бір адам содан мін тауып тұрса, ол айтады, міні бар екен заттың дейді. А егер де керемет ешқандай қатесі жасалса, онда мінсіз деп айтады. Түсіндің ба? Жақсы, бұл сөздерді артына мағынасын түсінесің. Мініс деген сөз ол енді ана мініске жарамды ат деп жатады. Мінуге келетін ат дегенге. Оны сен пайдаланбауың да мүмкін мысалы өмір бойы. Келесі мынау қандай сөз? Иә. Неге қазақша болады? Ол учитель мұғалім. Енді қандай болу керек? Білмеймін. Ашында неге солай болады? Енді ол баяғыдан бері солай аталады, мұғалім деп, немесе ұстаз деп аталады, оқытушы деп аталады. Әртүрлі синонимдері бар. Мынау қандай оқи ғой? Тіл. Оны білесің не екен тіл? Дұрыс. А мынау қандай сөз? Тілім. Тілім. Ол деген не нәрсе? Тілім деп жатады, мынандай мысалға киім кешек бүйтіп тілім жыртылып қалса, соны тілім болып қалды. Мен оны білмеймін. Иә, ол сөздің мағынасын білмеуі мүмкін. Немесе бір тілім нан деп жатады. Жақсы. Келесі, мынау қандай сөз? Әрі, дұрыс. А мынау? Т емес? Д. Дұрыс.
Иә, ол неме? Діріл. Діріл деген не? Білмеймін. Діріл деп тоңды дейді ғой. Қыстың соғып қалған кезде деп тоңады ғой. Соны діріл деген деп айтады. Ірі деген не ол? Ірі ұсақтың қарама-қарсы мағынасы. Мысалға жаңағы поньеді алсаң, қайсысы ірі деп ойлайсың? Екен қайсысы ірі? Мынау. Жоға, ірі деген үлкен деген сөз. Мынау ірі. А мынау кішкентай немесе ұсақ. Түсіндің бе? Ірі, ұсақ. Кеше ұсақ деген сөзді өттік қой, түсіндің бе? Есіңде ме? О дегенге келеді. Ұсақ. Папа, поэтому саған керек мынау понялар. Иә. Жақсы, ары қарай мынау қандай сөз? Сақ. Дұрыс. Сақ, ол не деген сөз? Білмеймін. Сақ бол деп жатады ғой. Абайлап жүр дегендей. А мынау қандай сөз? Папа, когда я тренировала ноги, там в спальне. Аяр біз келістік қазақша ғана сөйлейміз деп. Қалай болады солай? Немене? Сөз. Айтшы маған. Сен зал үйде секіріп жүгірген кезде мен айттым сақ бол, абайла деймін. Залда емес, спальняда. Иә, жатын бөлмесінде, иә? Мен спальняда секірдім, орындықта сосын құлап кеттім. Иә. Сол кезде мамасы айтады, иә? Абайламадың ба деп, иә? Сол айтқан жоқ. Иә. Ол маған орысша айтты. Маған айтты құлама енді. Құлап қалма деді ма? Иә, құлап қалма. Мына келесі сөзді оқи ғой. Мынау қандай болды? Қандай сөз? Сақ. Иә, ал мынау? Са. Қал. Сақал. Дұрыс. Білесің, сақал деген сөз. Жақсы. Ал, мынау қандай? Сөйлем. Последний? Иә, соңғы. Соңғы тапсырма. Қандай? Сөйлем. Оқи ғой. Му. Жоқ, дұрыстап. Нұр. Нұр. Налары біз кеше өттік. Дұрыс айтасың. Кеше нұр, он өткен кезде нұр дегенді. Иә. Ол неді? Күннің нұры деп айттық, иә? Иә, сосын Нұр-Сұлтан қаласы дегенде келеді. Оқи ғой. Нұр. Нұр-Сұлтан. Жоқ, дұрыстап оқысаңшы, не деп жазып тұр? Оқи ғой. Нұр. Лан. Нұрлан. Нұрлан. Иә, ол адамның аты, иә? Ары қарай. Ан. Иә. Да. Ада. Дұрыстап оқы. Анда. Иә, сонда не болды? Оқыш. Нұрлан. Иә. Анда. Иә, сонда қалай болды? Нұрлан. Нұрлан. Анда. Дұрыс. Ары қарай. Анда ол ана жақта. Дұрыс айтасың, ана жақта деген сөз, иә? Нұрлан анда, ары қарай. Екінші. Нұрлан анда. Не. Дұрыс. Се. Иә. Інісі. Інісі, дұрыс. О. Сын. Иә. Т. Дұрыстап. Иә, да. Қалай болды сонда? Інісі. Інісі. Інісі да. Жоқ, дұрыстап. Інісі. О. Оқи ғой. О. Иә.
Иә. Да. Қалай болды сонда сөз? Иә. Не болды? Осында. Дұрыс. Осында. Яғни Нұрлан анда, інісі осында. Иә. Түсіндің ғой, иә? Нұрлан анда, інісі. Нұрлан анда, інісі Осында. осында.